Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы қазақ тілі мен әдебиеті кабинеті 2-ші қабатта. Өткен тақырып бойынша қайталаған жаңа сөздерді бір мәрте қайталап алыңдар. Белгілі, ақын, жазушы, перде, көрме, кемеңгер. Сын есімнің мағыналық түрлері сапалық сын есім және қатыстық сын есім. Жазылым тапсырмасы 7-ші тапсырма 32-ші бет. Мектебіңдегі қазақ тілі мен әдебиеті кабинетін салыстырып, диаграмманы толтыр. Қазақ тілі мен әдебиеті қандай? Кең. Қазақ тілі мен әдебиеті қандай? Жарық. Кабинетте не бар? Қабырғада не нәрсе ілулі тұр? Шкаф сөрелерінде не бар? Терезеде не тұр? Толтырып жазамыз. Жазылым тапсырмасына байланысты дескриптор кестесі. Мектептегі қазақ тілі мен әдебиеті кабинетін сипаттайды. 2 балл. Диаграмманы толықтырады. 2 балл. Кабинетте не бар екенін жазады. Қабырғада не бар екенін жазады. Шкаф сөрелерінде не бар екенін жазады. Терезеде не бар екенін жазады. 4 балл. Жазылым барысында орфографиялық нормаларды сақтайды. 2 балл. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңдар, оқушылар.